Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміз эндогендік процестер, интрузивтік және эффузивтік магматизм тақырыбына арналады. Бұл Глинни 2334 геология, геоморфология негіздері пәні бойынша 6-шы дәріс. Бүгін жердің ішкі күштерінен туындайтын маңызды процестерді, атап айтқанда магматизмнің екі негізгі түрін тереңірек зерттейтін боламыз. Бұл дәріс сіздерге жер қабығының қалай қалыптасатынын түсінуге көмектеседі деп үміттенемін. Эндогендік процестер бұл жердің ішкі энергиясының әсерінен болатын күшті өзгерістер. Оларға тектоникалық қозғалыстар, магматизм және метаморфизм жатады. Бұл процестер жер қабығы мен мантиясындағы жоғары қысым мен температура жағдайында үздіксіз жүреді. Осы ішкі күштердің арқасында жер бетінің бедері қалыптасып, таулар пайда болады, сонымен қатар тектоникалық плиталар қозғалысқа келеді. Эндогендік процестер біздің планетамыздың динамикалық табиғатын көрсетеді. Магматизм бұл жердің терең қабаттарында магманың пайда болуы, дамуы және жер қабығына немесе бетіне шығуымен байланысты барлық процестер жиынтығы. Магма негізінен силикатты балқымалардан тұрады. Оның құрамында 12-ға дейін ұшпа компоненттер, мысалы, су буы, көмір қышқыл газы және күкіртті сутек сияқты еріген газдар болады. Жер қабығын құрайтын тау жыныстарының 95 магматикалық процестердің нәтижесінде түзілген. Магмалық ошақтар немесе астенолиттер жер қабығының төменгі қабаттарында немесе жоғарғы мантияның астеносферасында пайда болады. Олар негізінен гидростатикалық қысымның өзгеруіне байланысты қалыптасады. Тектоникалық жарықтар арқылы қысымның кенет төмендеуі тау жыныстарының балқуына келеді. Бұл балқыған массалар бірте-бірте жиналып, магмалық ошақтарды құрайды. Тереңдік артқан сайын температура 1300-1500-қа дейін көтеріліп, балқу процесін жеделдетеді. Магманың негізгі екі түрін ажыратуға болады: қышқылды, граниттік және негіздік, базальттық. Қышқылды магма құрамында кремний көп болады, жеңілірек, тұтқырлығы жоғары және газдарға бай болады. Ол жер қабығында қалыптасады. Ал негіздік магма құрамында темір мен магний басым, ауыр, сұйық әрі қозғалғыш болып келеді. Оның газ құрамы төмен және жоғарғы мантияда түзіледі. Бұл екі типтің айырмашылықтары кейіннен түзілетін тау жыныстарының сипатына әсер етеді. Магма дифференциациясы бұл бір бастапқы магмадан әртүрлі тау жыныстарының түзілу процесі. Оның негізгі механизмдері ликвация және кристалдану. Суыну барысында магма құрамындағы ауыр, балқу температурасы жоғары силикаттар бірінші болып кристалданып төменге шөгеді. Ал жеңілірек, оңай балқитын силикаттар қалдық магмада қалып, жоғарғы бөлікте шоғырланады. Бұл процесс магмалық ошақ ішінде химиялық құрамы әртүрлі қабаттардың түзілуіне әкеледі. Магматизмді екі негізгі түрге бөлуге болады: интрузивтік және эффузивтік. Интрузивтік магматизм магманың жер қабығының терең қабаттарында суып, қатаюын білдіреді. Ал эффузивтік магматизм магманың жер бетіне шығып, лаваға айналуымен сипатталады. Бұл екі процесс магманың орналасқан жеріне, суыну жылдамдығына және газдардың сақталуына байланысты әртүрлі тау жыныстарын қалыптастырады. Интрузивтік магматизм кезінде магма жердің ішкі қабаттарында баяу суып қатаяды. Жоғары қысым мен температура жағдайларында тау жыныстары өте баяу суығандықтан ұшпа компоненттер, яғни газдар мен су буы толығымен сақталып қалады. Бұл минералдардың үлкен, тамаша кристалл пішіндерін түзуіне мүмкіндік береді. Нәтижесінде толығымен кристалданған ірі түйіршікті құрылымды тау жыныстары, мысалы, гранит пен гапро пайда болады. Интрузивтік денелер бұл магманың жер қабығында қатайып түзілген әртүрлі пішінді денелері. Олар орналасу тереңдігіне қарай абиссальды, гипоабиссальды және эруптивтік болып бөлінеді. Негізгі түрлеріне батолиттер, штоктар, лакколиттер, лапалиттер, силдер, дайкалар және нектер жатады. Әрбір түрі өзінің ерекше пішінімен және қоршаған тау жыныстарымен байланысу сипатымен ерекшеленеді. Бұл денелер жер қабығының ішкі құрылымы туралы маңызды мәліметтер береді. Эффузивтік магматизм бұл магманың жер бетіне немесе су астына шығуы.
Магма бетке жеткенде, оның құрамындағы газдар атмосфераға ұшып, сұйық масса лаваға айналады. Лаваның құрамында магмадағыдай көп ұшпа компоненттер болмайды. Бұл процесс жанартаулардың атқылауымен сипатталып, үлкен көлемдегі тау жыныстарын, жанартау күлін және газдарды жер бетіне шығарады. Жанартаулық белсенділік нәтижесінде әртүрлі өнімдер мен текстуралар қалыптасады. Жылдам суыну нәтижесінде біртекті шыны тәріздес немесе порфирлі массалар түзіледі. Лавадан газдардың бөлінуі кеуекті текстураны қалыптастырады. Миндалинді тасты текстура қуыстардың минералдармен толуынан, ал флюидалдық текстура минералдардың бағытталған орналасуынан пайда болады. Бұл ерекшеліктер жанартаулық тау жыныстарының қалыптасу жағдайлары туралы маңызды ақпарат береді. Эндогендік және экзогендік процестер жер қабығының архитектурасын үздіксіз қалыптастырады. Интрузивтік және эффузивтік магматизм жанартаулық конустардың, жаңа қабаттардың, сондай-ақ кристалды іргетастың түзілуіне әкеледі. Бұл процестер бір-бірімен тығыз байланысты және жер бетінің алуан түрлілігін, оның геодинамикалық белсенділігін көрсетеді. Магматизм планетамыздың эволюциясындағы шешуші факторлардың бірі.